Сәлем. Бағана бір видеоларды қарап отырып байқағаным. Көп видео түсіреді екем, айналамды түсірем де, өзімізді, отбасымды өзімді түсірмейді екем, сондықтан қазір осындай бір бәрі бар. Мынандай GoPro'мда, камерамда бар, мынандай таяғы да бар, бәрі бар. Бірақ білмеймін неге екенін түсірмегем. Сондықтан осындай қысқа видеодан бастайық. Мә, Сакура бастап кетті. Мамырға дейін бола ма дедім? Сакура ма? Жоқ па? Жоқ. Ұқсайды, шиеге. Мына көрмеймін. Ұқсайды. Осы менің әдеттегі бағытым. Осында бір кеп бір айналып келем, таңертең Queen's Park'те King's College тарапы. Сосын таңертең бір рет, кешке бір рет. Жоқ дегенде ең болмағанда кішкене осылай жел басталып кетті. Тағы да сылтауратып өзіме микрофон алу керек деймін енді. Өзім сылтауратып сондайды алам кейде. Мынаны да сатып алғалы біраз болды, енді видео түсіріп жатырмын. Жалпы маркетингтер жақсы істейді әрине. Мынандай сатып алсаң, осыны сатып алсаң жақсы видео түсіресің деп ойлатқызады да. Қанша рет, талай рет сондай маркетингтің жемі болдым. Бірақ анда-санда түсіреміз енді. Біраз видеолар архивте, отбасылық видеолар күшті көп шығарады. Оны тек жай ғана шығармаймын да YouTube'ке. Сондықтан сөзіме сенесіздер. Ан жақта біреу бақырып отырады, осында үнемі бақырып жүретін бір не бар. Жалпы Торонтода және үлкен қалаларда, әйтеуір солтүстік Америкадағы үлкен қалаларда осындай солтүстік Америка болғанда, Канада мен ақш қана ғой, Мексика кішкене бұл жағынан либерализмнен алыстау. Кішкене жұмсақты, ондай әркімнің өзі бостандығы, анау-мынау дейді, бірақ басқа адамдардың бостандығы туралы ұмытып кетеді. Сөйтіп бақырып жүретін, үйсіз-күйсіз жүретін бомждардың, нелердің, нашақорлар, кейін бір видео түсіріп, толып жүрген нашақорлар деген аудандар болады осында. Кейде мына паркте де жиналып, тент құрып, палатка құрып осында тұрады. Полицияға шағымдасаң ештеңе істемейді. 10 шақты, 20 шақты адам жинап, сөйтіп бірнеше рет шағымданбасаң, жүре береді солай өздерімен. Осы біздің Queen's Park. Сүйікті UFT'ге жақын. UFT'нің маңындағы St. George кампус. Торонто университетінің біраз ғимараттары осында орналасқан, осы парктың айналасында. Мына жақта бар, мына жақтағы бір ғимараттар бар. Мына жердің көбісі UFT'дікі. Анау Manulife деген ғимараттың ортасының ар жағында Family Housing. Отбасылар бар, студенттерге арналған үйде тұрамыз, жатақханада. Жатақхана деген аты енді пәтерлер сияқты ғой. Ескі ғимарат, кішкене, бірақ өте ыңғайлы жерде орналасқан, өте жақсы жерде орналасқан. Және университеттің
университеттің көп балаларға арналған бағдарламалары бар. Балалы студенттер көп. Сол әсіресе осы Торонтода бала аз ғой, сондықтан осындай балалары көп ғимарат табу қиын. Сондықтан осындай баласы барларға керемет таптырмас мүмкіндік. UFT-де баламен тұруға, осы Торонтода баламен тұруға керемет мүмкіндік. Сондықтан UFT-ге рахмет демекші деп қойық. Түсетін болсаңдар, осы ғимаратта тұруды нәсіп етсін. Жоқ, жалпы жақсы, өте жақсы. Біз түскен кезде басында UFT мен Торонто университеті мен Ванкувер университетін таңдағанбыз. Екеуінің біреуін таңдау керек болды. Жалпы Ванкувердің ауа райы жақсырақ, бірақ меніңше осы UFT-дің инфрақұрылымы, осындағы айналасындағы жасап жатқан жағдайы жақсырақ сияқты. Міне осымен Queen's Park'та да өттік. Queen's Park'ке бір күн жақсылап шолу жасайын. Келесі видеода көріскенше сау болыңдар.